Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын әр ауызда еритін түрік пахлавасының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пахлаваның қамырын дайындауға бізге қажет ингредиенттер: ұн, бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа сарысы, қаймақ және қопсытқыш. Ең алдыменен ұн мен сары майды жақсылап араластырып аламыз. Бір келка масса болғанға дейін жақсылап ұсақтап аламыз. Бөлек бір ыдыста қаймақ пен қопсытқышты араластырамыз. Осы дайын болған масса мен жұмыртқа сарысын біз ұсақталған қамырымызға қосатын боламыз. Ендігі кезекте барлығын араластырып, жұмсақ қамыр болғанға дейін илеп аламыз. Міне, біздің қамырымыз дайын. Енді осы дайын болған қамырды біз тоңазытқышқа 30 минутқа қоятын боламыз. Қамырымыз тоңазытқышта тұрған уақытта біз салмасын дайындап аламыз. Ең алдыменен осы грек жаңғағын жақсылап блендердің көмегімен ұсақтап аламыз. Ұсақталған грек жаңғағын арнайы бір ыдысқа салып, қантпен жақсылап араластырып аламыз. Қант пен жаңғақты жақсылап араластырып алған соң, жұмыртқаның ақуызын қосып, тағы да бір рет араластырамыз. Яғни біз осылай салмасын дайындап аламыз. Міне, біздің салмамыз дайын. Салмасын бірден ұмытпай тұрып, 4 бөлікке бөліп қойғандарыңыз дұрыс. Ал енді тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, 5 бөлікке бөлетін боламыз. Бөлікке бөліп алған соң, барлық қамырымызды бірден жайып аламыз. Мен осылай барлық қамырды бірден жайып алдым. Өздеріңізде қандай форма бар, сол формаға туралап жайып алсаңыздар болады. Әрі қарай видеода көрсетілгендей дайындаймыз. Яғни әр қамырымыздың бетіне салмамызды кезек-кезек сала отырып, пирогымызды жинаймыз. Ең соңғы қамырымыздың бетіне салманы біз салмаймыз. Ал енді біз өзімізге ыңғайлы кішкене бөліктерге бөліп аламыз.
біз өзімізге ыңғайлы формада кесіп алдық. Енді біз осы пирогтың бетіне жұмыртқа сарысын жағып шығамыз. Жұмыртқа сарысын жағып болған соң, бетін міндетті түрде рек шаңғағымен үрлеп шығатын боламыз. Біздің пахлавамыз дайын. Енді біз пахлаваны қазып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Пахлаваның дайын болуына 10-15 минут қалған кезде біз сироп дайындаймыз. Яғни қайнаған суға біз бал қосып сироп дайындап аламыз. Қызып тұрған пештен пахлаваны шығарып, ыстық күйінде осы сиропты құйып шығамыз. Міне біздің пахлава дайын болды. Өздеріңіз көргендей өте дәмді әрі өте тез дайындалатын пахлава. Рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді мен сіздерге осы пахлаваны кесілген түрде көрсетейін. Қараңыздар, шыққанда күшті болып шыққан мен айтпасам да видеода көрініп тұрған шығар. Өте нәзік әрі жұмсақ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге таңғы асқа сүзбеден жасалынатын сырнигидің рецептісін ұсынатын боламын. Бізге қажетті ингредиенттер сүзбе, жұмыртқа, ұн және де дәміне қарай қант қосатын боламыз. Сырнигидің жасалу жолындағы ең басты құпия бұл біздің сүзбеде. Яғни біздің сүзбе міндетті түрде құрғақ болуы тиіс, әрі біркелкі формада болу қажет. Егер сіздерде ірілеу болса, сүзбелеріңіз осылай видеода көрсетілгендей шаңышқының көмегімен езіп аламыз, немесе блендер қолдансаңыздар болады. Біркелкі формаға келтіріп алған соң, біз дәміне қарай құмшекер қосамыз, жақсылап араластырып, кейіннен жұмыртқаны қосып, тағы да араластырып аламыз. Міне видеода көрсетілгендей, біркелкі күйге енгенге дейін толықтай араластырып аламыз. Ал ендігі кезекте біз өзімізге қажетті мөлшерде ұн қосатын боламыз. Біздің дайындап жатқан сырниктеріміз, яғни осы қамыры бір-біріне бірігетіндей күйге енгенге дейін жақсылап араластырамыз. Қолымыздың көмегімен де араластыруға болады. Яғни біріктіріп, өзімізге ыңғайлы формаға келтіріп аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен қамырды осылай формаға келтіріп алдым. Яғни қазір мен өзіме қажетті бөліктерге бөліп аламын. Маған осылай жасалу жолы өте ұнады, себебі уақытымды да үнемдейді, әрі сырниктер де өте әдемі болып шығады. Бөліктерге кесіп жатқан уақытта міндетті түрде кішкене мөлшерде ұн себуді ұмытпаңыздар. Енді өзімізге қажетті формаға қолымыздың және пышақтың көмегімен келтіріп аламыз. Негізінен бұл форманы біз стаканның көмегімен де жасауға болады, бірақ маған осы тәсіл ұнайды. Өте ыңғайлы. Міндетті түрде осы тәсіл бойынша сырниги дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі өте жұмсақ болып шығады. Егер сіздерге менің рецепттерім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар.
Бұл мен үшін өте маңызды. Міне толықтай сырниктерді дайындап алдым. Енді қызып тұрған табада пісіріп аламыз. Негізінен сіздер сырниктерді көп мөлшерде дайындап қойған болсаңыз, жарты бөлігін пісіріп, қалған бөлігін тоңазытқышта сақтасаңыздар да болады. Қызып тұрған табаға кішкене мөлшерде май құйып, осылай барлық сырниктерді орналастырып шығамыз. Енді табаның қақпағын жауып қойып, екі жағы қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Сырниктер осындай сарғыштау күйге енген уақытта екінші бетіне аударып пісіре берсек болады. Сырниктеріміз толықтай дайын болды. Өз қалауларыңызша әсемдеп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Рецепті соңына дейін толықтай көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге банан қосылған брауни пирогын дайындайтын боламын. Бұл пирогты сіздер де менімен бірге міндетті түрде дайындап көріңіздер. Толықтай қажетті ингредиенттерді описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен видеода көрсетілгендей бананды шаңышқының көмегімен толықтай езіп аламыз. Негізі менің сіздерге кеңесім, піскен бананды алуларыңызға кеңес беремін, себебі тез әрі оңай езіледі. Бананды толықтай біркелкі массаға енгенге дейін езіп дайындап аламыз. Ендігі кезекте біз пирогтың сұйық массасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті 3 жұмыртқаны арнайы ыдысымызға салып, қантпен қосып араластырып аламыз. Бізге бұл жерде венчик қажет болады. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ақ көбік пайда болғанға дейін жақсылап араластыруға кеңес беремін. Осы уақыт аралығында сары майды микротолқынды пеште немесе водяной баняда ерітіп алыңыздар. Себебі бізге сәл суып тұрған май болу қажет. Ыстық күйінде жұмыртқалы массамызға қосуға болмайды. Жұмыртқалы массамызға шым-шым тұз қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ал енді жұмыртқалы ақ көпіршікті массамызға алдын ала ерітілген сары майды қосатын боламыз. Пирогтың дәмі сары майға байланысты екенін барлығыңызда білсеңіздер керек деп ойлаймын. Сол себепті де сары майдың жақсысын алуға кеңес беремін. 72-82% аралығындағы май болуы қажет. Міне толықтай жақсылап араластырып алдық. Ендігі кезекте біз құрғақ ингредиенттерді қосатын боламыз. Пирогымыз жақсы көтерілу үшін міндетті түрде құрғақ ингредиенттерді електен өткізіп аламыз. Сонымен қатар какао ұнтағының өздеріңізге ұнайтын кез келген түрін қолдансаңыздар да болады. Тағы да ескере кететін жайт, сұйық массаны араластыру барысында бір бағытқа қарай араластыруға кеңес беремін. Себебі екі бағытқа араластыратын болсаңыз, пирогымыз жақсы көтерілмей қалуы мүмкін. Сол себепті бір бағытқа қарай араластырып отырыңыздар. Біздің сұйық массамыз толықтай дайын болды. Енді алдын ала езіп алған бананды осы массамызға қосатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз.
Егер сізде бананның үлкен бөліктері жақсы езілмей қалған болса, лопатканың көмегімен езіп, жақсылап араластырып алуға болады. Формамызға кішкене мөлшерде сары май жағып аламыз, және де дәл сондай мөлшерде ұн сеуіп алатын боламыз. Дайындап алған массамызды осы формаға толықтай құйып алып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Пирогтың дайын болғанын ағаш таяқшаның көмегімен білетін боламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз толықтай дайын болды. Енді осы пирогтың бетіне біз ганаш дайындайтын боламыз. Ганаш дайындау үшін бізге шоколад қажет болады. Бұл шоколадты біз водяной баняда немесе микротолқынды пеште ерітіп алсақ болады. Ағаш таяқшаның көмегімен пирогымыздың бетінен дәл осылай тесіп шығып, осы шоколадты ганашымызды құятын боламыз. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Ақ шоколадпен де дәмі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірақ қара шоколадпен өте дәмдірек болады. Негізінен бұл пирог өте оңай дайындалады, әрі жұп-жұмсақ, өте нәзік болып шығатын пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Бетін қасықтың көмегімен әсемдеп алдым, яғни шексіздік белгісін суретін салып шықтым. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады, және де әсемдік үшін мен грек жаңғағын қолдандым. Грек жаңғағы болмаған жағдайда кокос ұнтағын қолдансаңыздар болады. Міне, пирогымыз толықтай дайын болды. Өте әдемі әрі өте оңай дайындалатын пирогтың бірі деп айтсам да болады. Міндетті түрде маған қолдау білдіріп, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Сіздерге кесілген түрінде де көрсеткім келіп тұр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет, достар. Егер осы пирогты дайындап жатқан болсаңыздар, мені белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарияда қалдыруларыңызды сұраймын. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге құймақтан өте дәмді болып шығатын торт дайындайтын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Барлық ингредиенттерді толықтай дайындап алған соң, тортымызды дайындайтын боламыз.
осылай әдемі әрі жұқа болып дайындалатын құймақтың рецептін менің арнамнан таба аласыздар. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай менің құймақтан жасалған тортым дайын болды. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сүзбеден өте дәмді болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, қант, бөлме температурасындағы сары май, 2 жұмыртқа сарысы, қаймақ және қопсытқыш қосамыз. Ең алдыменен ұн мен бөлме температурасындағы сары майды жақсылап ұнтақтап араластырып аламыз. Дайын болған ұнтақталған массамызға біз қант пен қопсытқышты қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте біз қаймақ пен жұмыртқа сарысын қоса отырып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міндетті түрде қаспен араластыру шарт емес, өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай араластырып қамыр илеп алсаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Қамырымыз тоңазытқышта тұрған уақытта біз салмасын дайындап аламыз. Яғни ең алдымен біз сүзбе мен қантты жақсылап араластырып, біркелкі массаға келтіреміз және ақуыз қосатын боламыз. Яғни дайындап жатқан пирогта мен жұмыртқа сарысын қамырға қосамын, ал жұмыртқаның ақуызын осы салмасына қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, біркелкі массаға келтіреміз. Массамыз дайын. Тағы да айта кететін жайт, егер сіздер пирогты бірден жасайтын болсаңыздар, салмасын дайындай берсеңіздер болады. Ал егер салмасын бірден қоспайтын болсаңыздар, мен сияқты ұзақ уақыт ұстап қойсаңыздар, осылай видеода көрсеткендей сүзбеміз суланып кетуі мүмкін. Сондықтан мен
сіздерге кеңесім салмасын тек пирогты дайындайтын кезде дайындап қойсаңыздар болады. Бұл видеода мен қамырды екі бөлікке бөліп алған жерім түсірілмей қалған екен, бірақ сіздер міндетті түрде қамырды екі бөлікке бөліп, бір бөлігі үлкен, бір бөлігі кішкентай етіп алыңыздар. Кішкентай бөлігін біз осылай әсемдеуге қолданатын боламыз. Дайын болған пирогымыздың үстін жұмыртқа сарысымен немесе сүтпен жағып шықсаңыздар болады. Мен жұмыртқа сарысын қолдандым. Ал енді пирогымызды қызып тұрған пеште 170 градуста пирогымыз қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Ал енді осы пирогымызды өз қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Мен үстінен қант ұнтағын сеуіп шықтым. Пирогты ыстық күйінде кеспегендеріңіз абзал. Осымен біздің пирогымыз дайын. Сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.
баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге үй жағдайында оңай әрі тез дайындалатын донердің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Донерді дайындау үшін біз ең алдыменен салмасына қажетті ингредиенттерді дайындап алатын боламыз. Бірінші кезекте біз қиярды дәл видеода көрсетілгендей ұзыннан турап алатын боламыз. Негізінен салмасына кез келген ингредиенттерді қолдансаңыздар болады. Міндетті түрде видеода көрсетілген ингредиенттер болуы шарт емес. Барлық ингредиенттерді өзімізге қажетті мөлшерде турап аламыз. Балғын қияр болмай қалған жағдайда тұздалған қиярмен алмастыруға да болады. Қызанақты да дәл солай ұзыннан турап алатын боламыз. Ал ендігі кезекте біз тауық етін дайындап аламыз. Негізінен тауық етін алдын ала маринадтап қойып дайындап алуға да болады. Ал егер дәл мен сияқты асығыс болып тез дайындау керек болып тұрған жағдай болса, онда сіздерге осы әдіспен дайындап көруге кеңес беремін. Ең алдыменен осылай тауық етін өзімізге қажетті формада дайындап кесіп аламыз. Қажетті мөлшердегі тауық етін толықтай дайындап алған соң, қызып тұрған табаға аз мөлшерде сұйық май құйып, осылай тауық етін қуырып алатын боламыз. Тауық етіміздің дәмі ерекше дәмді болу үшін біз өзіміздің сүйікті дәмдеуіштерімізді қолданамыз, яғни паприка, қарабұрыш немесе тауық етіне арналған дәмдеуіштерді қолдансаңыздар да болады. Тұз қосуды ұмытып кетпеңіздер. Ал ендігі кезекте біз соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер аскөк, сарымсақ, кетчуп және де майонез. Дәміне қарай қарабұрыш, паприка қолдансаңыздар болады, және де кептірілген сарымсақпен де алмастыруға да болады. Міне бізге қажетті ингредиенттердің барлығын толықтай дайындап алды. Ал ендігі кезекте шаурма дайындай берсек болады. Міндетті түрде осы менің әдісім бойынша дайындап көруге кеңес беремін, достар. Бұл тағамды жылдам түскі ас немесе кешкі ас ретінде ұсынсаңыздар да болады. Өте тез дайындалады әрі өте тойымды болып шығады. Видеода барлығы түсінікті, барлығы анық көрсетілген деп ойлаймын, достар. Міндетті түрде дәл видеода көрсетілгендей дайындап көріңіздер. Сонымен қатар, достар, егер сіздерге менің рецепт ұнаған болса, менің арнама міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Достар, ескере кететін жайт, ірімшікті міндетті түрде соңынан салыңыздар, және де дәл солай чипсыды да соңынан салуға кеңес беремін. Чипсыды үй жағдайындағы картоппен алмастыруға да болады. Міне біздің донеріміз де дайын болып қалды. Ендігі кезекте дәл видеода көрсетілгендей донерді жақсылап орап алатын боламыз.
Ең соңғы кезекте осындай грильницаның көмегімен донерімізді толықтай дайындап аламыз. Міне достар, біздің донер толықтай дайын болды. Достар, менің рецептерім сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, дәмді болып шыққаны видеода көрініп тұр деп ойлаймын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет, достар. Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге өзбек халқының ұлттық тағамдарының бірі түшпәраның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдыменен біз түшпәраның қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге су, жұмыртқа, сұйық май және тұз қажет болады. Жылы суымызға тұзды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ал келесі кезекте бір ас қасық сұйық май қосатын боламыз. Толықтай жақсылап араластырып алып, соңғы кезекте бір жұмыртқа қосамыз. Ендігі кезекте сұйық массамызды жақсылап араластырып алған соң, електен өткізілген ұнды қосамыз. Ұнды бірден көп мөлшерде қосып жібермеңіздер, аз-аздан қоса отырып, қамыр илеп аламыз. Қамырды 5-10 минут уақыт аралығында жақсылап илеп алыңыздар. Егер қамырыңыз жақсы иленген болса, жайылуы да өте әдемі әрі жеңіл болады. Дайын болған қамырды целлофанға салып, бөлме температурасында жарты сағатқа алып қоямыз. Жарты сағат уақыт өткен соң, қамырды алып, тағы да бір илеп аламыз. Ал ендігі кезекте біз салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге пияз және ет қажет болады. Ет пен пиязды біз ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Пиязды дәл видеода көрсетілген әдіс бойынша өткізіп алыңыздар. Себебі бізде пияздың тағы да суы шығады, ол бізде салмасын суландырып жібереді. Сондықтан ет тартқыштан шыққан пиязды тағы да ситаның көмегімен суын шығарып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бізде өте көп артық мөлшерде пияздың суы шықты. Сол себепті де осылай жасауға сіздерге кеңес беремін. Ендігі кезекте ет тартқыштың көмегімен етімізді де шығарып аламыз. Салмасын толықтай дайындап алдық. Ал ендігі кезекте біз тұз бен бұрышты қосатын боламыз.
Әрине өз қалауларыңыз бойынша сүйікті дәмдеуіштеріңізді қолдансаңыздар да болады. Салмамыз дайын болды, ал енді қамыр жасауға кірісейік. Қамыр жаю әдісін барша қыз-келіншектер біледі деп ойлаймын, бірақ сонда да қамыр жаю әдісін толық видеода көрсетіп кеттім. Қамыр жаюды мен әжемнен үйренген болатынмын. Дәл осы видеода мен әжемнің қамыр жаю әдісімен бөлісіп кеттім. Сіздер де осы әдіс бойынша қамырды жайып дайындап көріңіздер. Қамырыңыз біркелкі болып, әдемі жайылады. Достар, егер сіздерге менің рецепттерім ұнаған болса, менің арнама міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Бұл әдісте ең бастысы біз алақанның көмегімен жайып аламыз. Яғни ешқандай артық күштің қажеті жоқ. Жай ғана алақандарымыз жеңіл түрде іс-қимыл жасау қажет. Міне біздің қамырымыз да дайын болып қалды. Осылай жұқа формаға енгенге дейін жайып аламыз. Ендігі кезекте біз осы чушпараның формасын дайындау үшін осылай дәл видеода көрсетілгендей гармошка етіп қамырды жайып аламыз. Өзбек халқы негізінен чушпараны өте кішкентай формада жасайды. Сол қалай жасалынатын мен сіздермен осы бір лайфхакпен бөлісе кетейін. Ол үшін бізге осындай кеуірттің қорапшасы қажет болады. Осылай кеуірттің қорапшасының размерімен бірдей етіп қамырымызды кесіп аламыз. Дәл видеода көрсетілген әдіс бойынша міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздердің чушпараларыңыз барлығы бірдей әрі әдемі болып шығады. Ендігі кезекте кесіп алған қамырымызды осылай орналастырып шығамыз, және де жаңағы әдісті тағы да қайталаймыз. Яғни кеуірттің қорапшасының размерімен осылай да тағы бір рет кесіп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, достар, біздің чушпараның қамырының размерлері барлығы бірдей болып шықты. Ендігі кезекте чушпараны түйетін боламыз. Достар, чушпараны түйу әдісін дәл видеода көрсетілгендей қайталау қажет. Яғни қамырдың екі шетін біріктіріп, сұқ саусақтың көмегімен осылай орап аламыз. Және де, достар, чушпараға ең соңғы кезекте дайындалатын ол тұзық болып табылады. Тұзықты біз пияз бен томаттың көмегі арқылы дайындап аламыз. Яғни пиязды осылай күштің көмегімен өткізіп аламыз. Қызып тұрған табаға немесе қазанға осылай майды құйып алып, пиязды қосып жақсылап қуырып аламыз.
Пияз жақсы қуырылған соң біз томат қосып, томатпен бірге тағы да 5 минут уақыт аралығында қуырып аламыз. Тұздығымызға соңғы кезекте біз су қосатын боламыз. Өздеріңізге қажет мөлшерде қоса берсеңіздер болады. Біздің тұздық дайын болып қалды. Ең соңында тұз қосуды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай біздің түшпәралар да дайын болды. Енді түшпәраны суға салып пісіретін боламыз. Қайнаған суға тұз қосып, түшпәраларды саламыз. Су міндетті түрде қайнаған су болу қажет. Міне біздің түшпәрамыз толықтай пісіп шықты. Достар, егер сіздерге менің рецепттерім ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Достар, менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын. Видеода біздің түшпәрә қандай дәмді болып шыққанын көрініп тұр деп ойлаймын. Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге нағыз көктем мезгілінде дайындалатын салат түрін дайындайтын боламын. Бұл салат витаминге өте бай салаттардың бірі болып табылады, сонымен қатар дайындалу жолы да өте оңай. Ең алдыменен бізге қажетті ингредиенттердің барлығын дайындап аламыз. Қияр, редиска, аскөк барлығын жақсылап жуып, кептіріп аламыз. Жақсылап кептіріп алған соң салатты дайындауға кірісеміз. Егер салаттағы ингредиенттердің барлығын біркелкі етіп турайтын болсаңыздар, салатымыз әдемі болып шығады. Мен қияр мен редисканы видеода көрсетілгендей ұзыннан турап алдым, яғни соломка түрінде турап шықтым. Негізі шалғамның организмге өте пайдасы көп. Ол біздің негізінен шалғам, яғни редиска ағзаны тазартуда өте жақсы көмектеседі. Сонымен қатар ішек жұмысын жақсартуға көмектеседі, тәбетті жақсартады. Келесі кезекте біз аскөк пен көк пиязды жақсылап жуып турап алатын боламыз. Өзімізге қажетті мөлшерде салатқа аскөк пен көк пиязды қосып аламыз. Соңына қарай салатымызға тұз қосуды ұмытып кетпеңіздер, және де қара бұрыш қосуға да болады. Бұл салатқа негізінен үй қатығын немесе майонез, қаймақ қосып, соңынан араластыруға да болады. Мен видеода екі түрлі тәсілді қолдандым, яғни видеода көрсетілгенде бірінші тәсілінде мен үй қатығын қолдандым, екінші тәсілінде мен майонез қолдандым. Екі тәсілмен де менің салатым өте дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міне көріп тұрғандарыңыздай екінші тәсілінде мен майонез қосып араластырдым. Нағыз көктемде жасалынатын салаттардың бір түрі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Егер сіздер менің рецептім бойынша осы салатты дайындап көрген болсаңыздар, міндетті түрде достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін қосуды ұмытып кетпеңіздер.